Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай ет қосылған бәліш пісіреміз, яғни мясной пирог. Бәлішке қажетті ингредиенттердің тізімі видеоның астында жазылды. Қамыр илеу бастаймыз. 2 жұмыртқа, 5 грамм тұз және 5 грамм қант, 150 грамм майлығы 1% айран, майлығы 20% 150 грамм қаймақ. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Он грамм ас содасына 1 шай қасық сірке суын қосып араластырамыз. Сірке суымен газ етілген ас содасын қоспамызға қосып жақсылап араластырамыз. Сода айранмен реакцияға түсіп, шамалы көпіреді. 850 грамм ұн. Бөлме температурасында еріп тұрған 350 грамм сары май. Алдын ала дайындаған қоспамызды құйып, қамырды илейміз. Қамырымызды целлофанға салып, 20 минутқа июі қанғанша қойып қоямыз. Салмамызды әзірлейміз. 600 грамм тартылған ет, 500 грамм жуа. Жуаны майдалап тураймыз. Екі 200 грамм картопты майдалап тураймыз. Жарты ас қасық тұз қосамыз. Шамалы қара бұрыш және зира қосамыз. Барлығын қолмен жақсылап араластырамыз. Бәлішіміз піскен кезде дәмді болу үшін салмамызға 50 грамм сары май қосамыз. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін шамалы үлкендеу қыламыз. Кішірек бөлігін целлофанға салып қоя тұрамыз. Ал үлкенін 4 бұрышты етіп жаямыз. Қамырымызды пергамент төселген противеньге жаямыз. Қамырдың үстіне салмамызды түсіріп, бір келге етіп жазып шығамыз. Шетіндегі артық қамырларды кесіп аламыз. Енді екінші кішірек көшемізді 4 бұрышты қылып жаямыз. Жазылған қамырымызды бәліштің үстіне жабамыз. Және шетіндегі артық қамырды кесеміз. Қамырларымыздың шет-шетін осылай бір-біріне жапсырамыз. Сосын самса түйгендей қылып әдемілеп, бүктеп, бекітіп шығамыз.
Бәлішіміздің бетіне сары уызды жағамыз. Енді бәлішіміздің бетін пышақпен осылай қатты батырмай тіліп узор жасаймыз. Шанышқымен бәлішіміздің бетін тесеміз. Ары қарай өз қалауымыз бойынша әрлейміз. Бәлішіміздің бетіне мак немесе кунжут сепсе болады. Бәлішімізді ысып тұрған духовкада 170 градуста 50 минут пісіреміз. Мінеки достар, біздің ет қосылған өте дәмді бәлішіміз дайын болды. Егер де сіздерге видео рецепт ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сонымен қатар лайк басыңыздар. Және болашақта менің каналымда қандай рецепт көргілеріңіз келетін туралы комментарийда жазып өтіңіздер. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.